Қайырлы күн, қадірменді көрермендер. Сіздерді ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен Құттықтаймыз. Жаңа жыл отбасыңызға мол бақыт, береке әкелсін. Пусть светлый праздник Наурыза принесет вам солнечное тепло, большую радость и добрые перемены. Wish happiness and joy to your home. Let us home be rich and prosperous all year round. А знаете ли вы о происхождении Наурыза? Наурыз әлемдегі ең көне мейрамдардың бірі. Орта Азия елдері оны 5000 жылдан аса уақыт атап өтіп келеді. The origin of Norse is unknown. According to Iran mythology, the hero was born as the Savage, killed by Turan Afrasiab. This legend is mentioned in the West. А у нас на Розе есть множество легенд о происхождении праздника. Так давайте же посмотрим на постановку наших студентов о происхождении Наурыза. Let's watch the play of our students about origin of Norse. Ерте заманда қазақ елін әлсі әлі жау шауып, ел бірде олай, бірде бұлай ауып, мал жаны қырылып, ел басына ауыр күн туыпты. Сондай қиын да қасіретті жылдың бірінде Наурыз деген қария өзіне қарасты елін бастап елге қамал, малға жайлы бір қоныс қопалаймақты қыстапты. Құдай оңдап, сол жылы азаматтары шабуыл жасаған жауды жеңіп, мал жандары қыстан аман есен шығып, ел жұрт мәре сәре болыпты. Наурыз қарт үлкен есепші, астроном екен. Ол күн мен түннің теңелген, жер бетінің бусаған дәл 22 наурыз күні екенін білген екен. Бүгін ұлыстың басталар күні, үнментін теңеліп, ота боздап қой қоздайтын қасиетті күн. Жан-жануар өсімдіктердің өсіп өнетін, жер анадан қуат алып, ерекше күйге енетін күн. Сондықтан барлығы той жасаңдар. Бұдан былайғы атартаң көрер жылдарымыз бүгінгідей қуаныш мерекемен басталар болсын. Эй, шал, ел нашашлықтың есі шыққанда қайдағы той? Ей кемпірім, тойдың қызығы байлық пен қарын тойдыруда ғана емес, қайта көңіл көтеріп, рухани азық алуда. Ал сенде отырмай, қабыңның түбін қақ. Ой, жарайсың кемпірім, тұп-тура бір тойдың есін сақтапсың. Дереу қазанға сал. Қазанның құлағына 4 жапырақ май қой. Және оны пысқанда біреуін өзің же, біреуін үлкен балаңа бер, біреуін күйеу балаңа бер, біреуін немереңе бер. Кәрі жілікті қарияларға тар. Қалған еттерді турап көжеге салып жібер. Және көжеге арпа, бидай, тұз, құрт секілді 7 түрлі дән бер. Кәрі жілік бабалар дәстүрінің жалғасы. Дән өсіп өркендеуіміздің белгісі болсын. Су мен тұз ұрпақтарымыздың дәм-тұзы жарасып, мәңгі тату тәтті өтуіне дәнекер болсын. Айран қатып, айранда үйіп, басымыздың бірі болып ақ көңіл адал ниетте болатындығымыздың куәсі болсын. Ал қазан бұлағына қойып пісірген 4 жапырақ май, 4 түлігіміз сай, бай-бақытты болуымыздың өмірлік бастамасы болсын. Сөйтіп Наурыз қарттың елі қап түбінде қалған еттерін түгел қазанға салып, ұлан асыр той жасап, көңілдерін көтеріпті. Ел қарияға алғысын жаудырып, той қызығын әлденеше күнге жалғастырыпты. Әне-міне дегенше жаз шығып, көз келіп, көзді ашып жұмғанша қыс та өтіп, тағы да көктем келіпті. Ел Наурыз қарияның ұйғарымы бойынша көктем тойына ерекше әзірленіпті. Қария бұл рет жан-жаққа ас шаптырып, тойға маңайдағы жақын бәрін шақырыпты. Тойға шақырушының ішінде Алаша хан да болыпты. Әкем, сізге атым бар, атым болса айт. Сізді ауыз өтіп тойға шақырып келдім. Ал, бұл қай уақытта жасалған той? Той деген жазбен күзде жасалмаушы ма еді? Ол кімнің тойы? Наурыз қарияның тойы, Наурыздың тойы. Халқымыз қаһарлы қыстан шығып, күн мен түннен теңелген. Тіршілік атауының оянған кезінен тұспа-тұс келген ол той екен. Ол да бір өміршең өлмес той болып, ғасырдан ғасырға жалғасып отыр екен. Осылайша бұл той Наурыз тойы. 7 дәмді біріктіріп жасаған көже Наурыз көже. Той өткен ай Наурыз айы аталып кетіпті. Біз Наурыз мейрамын колледжіміздің 1-3 курс студенттері арасында ұйымдастыруды ұйғардық. Осыған байланысты әр топқа
берілген салт дәстүрлерге көрсетілім көрсету және берілген қожақтарды безендіру тапсырылды. In addition, nations and tradition were fairly allocated to each group by drawing lots. Кстати говоря, по древней традиции Наурыз праздновали 10 дней. We divided these 10 days into 10 clubs and circles our college with thematics. Бірінші көрісу күні, Второй день природы. The third, day of remembrance and gratitude. төртінші тарихқа тағзым күні, Пятый день добрых дел. The sixth, day of wisdom and knowledge. жетінші шымырлық пен шеберлік күні, Восьмой день национальной кухни. The ninth, day of Nowruz. 10-шы жоралғы күні. Ешқандай мереке әнсіз бисіз өтпеген. Да, ты права. И к вашему вниманию мы представляем танец девочек группы ФК-01А. Біз ФК-01А тобы Наурыз мейрамын тойлауды бірінші болып бастауды жөн көрдік. То есть первый день – это день приветствия. Осы мақсатпен сіздердің алдарыңызға көрісу рәсімін ұсынамыз. Let's watch the video of our students about Welcome Day. Всем удачи! Good luck! Бәріңізге сәттілік!